Қайырлы күн менің оқырмандарым. Бүгін менің арнама қош келдіңіздер. Шытырман әңгімесінің бүгін 5-ші бөліміне келдік. Арнама лайк басып, тіркеліп отыруды ұмытпайық. Шытырман 5-ші бөлім. Осындай жартылай болса да мына құжаттардың табылғанына дос екеуміз қуанып кеттік. Азатқа ашуым келіп ойға баттым. Мақсут кімі екен? Азаттың тегі басқа ғой, жарайды. Бірер сағаттан соң анықталады ғой, деп көзімді ұйқы қысты. Дос шағын диванға қисайды. Мен орындыққа жата кеттім. Досты ояттым, ол өз жұмысына кетті. Сағат 8-де бастықтың кабинетіне бардым. Ізбасаров, сен не осында қонғансың ба, деп орындығынан отырып жатып. Мен құжаттарды рет-ретімен баяндап, Мақсуттың анықталғанын, оның қатысы бар екенін дәлелдегенімді, сонымен қатар Азаттың құжатты құртқанын асықпай айтып бердім. Бастығым желім деген құжатқа қабағын түйіп тесіле қарап отырды да басын шайқап, Қалиев Азат қамауға алынсын, жолдас Мақсут та қамауға алынсын, бұйрық қолыңда болады, деп бұйырған дауыспен. Мен дәлізге шығып Азаттың бөлмесіне жақындағанда сырттан Серік деген опер жігітпен күле сөйлесіп Азат кіріп келе жатты. Мен ойлы көзбен Азатқа тесіле қарап тұр едім. Ол тоқтап маған ойлана қарады. Сөз айтпастан көзіммен өз бөлмемді көрсеттім. Басы салбырап еш қарсылықсыз бөлмеме кірді. Жанат қол беріп амандасып еді, қолын да алмай орындыққа отырды. Жанат маған ойлы көзбен қарап, қолын созып амандасты. Мен басымен бөлмеден шық деп көрсеттім де, Азаттың алдына келіп отырдым. Жанат тез шығып кетті. Азат та өз кінәсін сөзсіз мойындап отыр. Сөйле, дедім. Азат жылап жіберді. Көзінің жасын сүртіп отырып, Мақсут туған інім, деді. Маған мені ая деген көзбен мөлиіп қарап отыр. Сайра айт, ол қайда, тез бол, дедім. Мақсут қайда екен білмеймін. Осы күндері іздедім. Өтірік. Шын айтам, мен оны таба алмадым. Азат, сен онсыз да жауапқа тартыласың. Сені біз сайрататынымыз анық. Сондықтан жаның көзіне көрінбей тұрғанда қанішер қайда екен айт, деп үстелді бір қойдым. Ол селк ете қалды. Мен фоторобот жасап отырғанда шатырдағы адам Мақсут екенін бірден білдім. Алмас ағай бізге жекжат жақын адам, өгей әкеміздің баласы. Қалиев, мен саған өмірбаянды айт дегем жоқ, жолдасып қайда, дедім даусымды көтеріп. Менің ішкі түйсігім Азат уақытта әдейі созып отырғандай болды. Сен дәл қазір жолдасыптың қайда екенін айт, сосын нені қалай жасағаныңды айтатын уақытың болады, дедім жақын келіп. Азат көзін жыпылықтатып, ол қайда екенін білмеймін, деді. Азат, сен ойлап отырғаның шығарсың, мен сөйлете алмайды, деп желкесінен қыса құлағына жақын аузымды тақап апардым да, сен білесің бе, мына мен қандай зұлым қанішерді бұлбұлша сайратқанымды уақыт созбай айт, дедім шегіп. Азат жылап отырып, ол Қырғызстанға кетті, қай жері екенін білмеймін, деді жасқаншақтанып. Азат, нақты айт, Қырғызстанға кетті, дедім. Естимісіз, деді жалынышты түрмен. Мен саған дәл қай жерде кеткенін айт деп отырмын. Білмедім, мен білмеймін. Азат, мен сені қазір қаматып қана қоймай, бір жақсы адамдардың қасына кіргізіп жіберемін. Сен не болатын білесің бе? Олар сені күтіп отыр. Жас қыздың өліміне қатысы бар екеніңді естісе, олар естиді, есіртеміз. Содан соң сен ол жерден сау шықпайсың. Сосын сенің сайрағыңды дәл өзіңе тиіп кетер пайда бар ма жоқ па, мен білмеймін, деп есікке беттеп едім. Ереке, менің қыз өліміне қатысым жоқ. Мақсут бауырым болған соң ғана ісін суытқым келген. Мекен-жай, дедім ақырып. Қырғызстан, Ош, деп тездетіп мекен-жайды айтып берді. Тез сыртқа шықтым да дәлізге маған қарап ойланып тұрған Серік пен Жанатқа қарап, камераға апарыңдар,
1 сағаттан соң сұрақ жауап аламын. Сосын Жанатқа қарап, жолға дайындал, Қырғызстанға барасың дедім. Тездетіп бастыққа кірдім. Мәселені шешіп Қырғызстанмен байланысқа шықтық. Жанат қанішерді ұстап әкелуге кетті. Таңғы асымды ішіп, сосын тергеу изоляторына бардым. Азатты әкелді. Қалиев Азат, сізге қызмет дәрежеңізді пайдаланып қылмыстық іс жасағаныңыз анықталып, жауапқа тартылатыныңызды айтамын. Не себепті сондай іске бардыңыз? Жолдасов Мақсұттың эксперттік сараптамадан өткен айғақтарды не себеп жасырып жырттыңыз? Сонымен қатар куәгер фотороботты салғызғанда неге басқа бейне салдыңыз дедім. Жолдасов Мақсұт, інім болған соң қорғамақ болдым. Сонда сіз Қалиев ініңіз Жолдасов Мақсұттың Тоқтарова Жаңылай Алмасқызының өліміне қатысы бар екенін біле тұра ізін суытқыңыз келді ме? Інім ғой, туған інім, құтқарғым келді. Ол қаншер болса да інім деп құтқармақ болдыңыз ба? Тоқтарова Жаңылай Алмасқызы ше? Ол да жас қыздың біреудің мәпелеген қызы еді ғой, ол адам ғой дедім ашуланып. Азат төмен қарады. Сіз, Қалиев Азат, осы салада неше жыл жұмыс жасадыңыз? 12 жыл криминалистикада қаншама фоторобот жасап, талай қылмыскерді анықтауға көмектестіңіз. Дәл өз ініңізге келгенде сіз де қаншер болғаныңыз ба? Неге солай жасағанымды өзім білмеймін. Ағалық борышым деп ойлаған болармын. Біз ерте әкеден айырылдық. Мен әжемде қалып аса қатты қиындық көрмедім. Ал Мақсұт анамен кетіп көп қиналды. Мақсұттың Жаңылайға жасағаны кектік пе? Жоқ, ол Жаңылайды жақсы көретін дейсіз бе? Жақсы көрсе 5-ші қабаттан итере ме? Жаңылай оның сезіміне қарсы болып абайсызда құлап кетті. Азат абайсызда құлады деп сіз істі бұрмаламай-ақ қойыңыз. Жаңылайдың кеуде тұсындағы соққы күшпен итерген анық көрсетіп тұр, дедім. Фотолардың алдына тастадым. Бұл кадрларды сіз криминалист қызбен бірге шығардыңыз. Егер де сіз фотоларды құртсаңыз да, мен ол соққыны өз көзіммен көрдім. Мен бұл соққыны анықтамай қоймас едім. Сондықтан бұрмаламаңыз. Жазаның жеңіл жолын іздемей-ақ қойыңыз, дедім. Түсінікті, кешіріңіз, деді. Прокуратура бәрін анықтайды, тексереді. Сіздің ағыңыздан жарылғаныңыз өзіңізге жақсы. Ай Азат-ай, қылмыстық іс басқармасында жұмыс істеп отырып, қылмыстың не екенін түсініп отырып, қылмысқа барғаныңдай анаңа не болады? Бірің қанішер, екіншің соның жасырған қылмыскер. Өз өміріңе балта шаптың бала. Сен ініңнің ізін суытам деп әрекет жасағанша, ініңе қылмысыңды мойында, қапша деуің керек еді. Қашпа деуің керек еді. Өте өкінішті. Мен сендердің аналарыңды ғана аяймын, деп папканы жаптым. Азат басын салбыратып отырды да, бір тәулік өтті. Қырғызстаннан хабар күттік. Жанат жалғыз келді. Мақсұт ол жерден де қашып кетіпті. Қай бағытпен кеткені белгісіз. Қайта тергеу изоляторына бардым. Азатты алдырттым. Мақсұт баратын жерлерін айт, дедім ашумен. Ереке, мен шынымды айтамын, білмеймін. Оштағы мекенжайда кездейсоқ таныстығы болған. Мақсұт қайда қашты білмеймін, деп жыларман көздерімен мөлиіп. Сонда Жаңылайды жақсы көрді дейсің. Сонда ол не ойлап еді? Ол бірнеше күн дайындалды ғой. Дайындығы өлтіру үшін ба, дедім. Шын айтам, ол жағын мен сұрамадым, сұрауға уақыт та болған жоқ. Қаражатты қайдан алды? Мен бар жиғанымды ұстаттым. Өзіңде не болды білмедім. Азат, сен қанша дегенмен ағынан жарылмай отырсың, өзіңе зиянды жасап отырсың. Құдай ақы бар, шыным. Айтшы, сен Мақсұтты қай күні көрдің? Оқиға болған күні түнде әжемнің үйінен таптым. Әжең сен келгеніңді айтпады ғой. Мен барғанда әжем ұйықтап қалған. Өтірік, бәрі өтірік, шын айтамын. Жетер болды, өзі балың өзіңе, деп шығып кеттім. Камерада отырды. Жұмыс жасаса да айтама дегем. Мен не екенін білмеймін. Азаттың бір сөзіне сенбеймін. Ол өтірік айтып бірдеңені жасырып отырғаны анық. Сосын Мақсұттың ұсталмайтынына сенімді сияқты. Мақсұтқа іздеу салдық. Мақсұт жоқ, іс тоқтап қалды. Азат өз ісіне байланысты сотқа бару керек еді. Мен бастыққа кірдім деп Асеке, Азат бірдеңе жасырып отыр. Ол жұмыс дәрежесін пайдаланып жасаған ісіне ғана жауапты емес. Ол терең шаруа істеген сияқты. Балықтың басы осы Азат болмаса да болды. Мен Жаңылайдың әкесінің қылығына да күдіктенемін. Ол да істің тез жабылғанын қалап әрекет жасады. Мақсұтты қанішер деп тапсақ та,
бір не жақсы не жаман эмоциясын көрсетпеді. Тіпті Мақсұтты жақтағысы келді. Азаттың ісін сотқа өткізбей тұралық мен қаза түскім келеді дедім. Бастығы мұқият тыңдады да қас әкесінің аузы қопар, саған барынша көмектесем добро деді. Жаңылайдың отбасына бардым. Алмас жақтырмаса да қарсы алды. Алмас, айтыңызшы, сіз неге Мақсұтты бірден табуымызға қарсы болғандай болдыңыз дедім. Мен қарсы болғаным жоқ. Сіз қарсы болдыңыз, мен едім ғой осында фотороботта келген. Сіз тіпті өтіріктен танымай қалдыңыз, себебі не дедім. Мен шынымен танымай қалдым, мекен-жайды бергіңіз келмеді. Бердім ғой. Тергеуші, сен не қазбалап отырсың? Мен сіздің іс-әрекетіңізге таң қалып отырмын. Қазбалағаным, сіз Азатты танып тұрып Мақсұттың бауыр екенін айтпадыңыз. Неге? Мен Азатты көрмедім. Алмас, қойсаңызшы. Азат фоторобот жасап әкелгенде бөлімшеден де көрдіңіз. Біздің бөлімшеде істейтінін де білесіз. Мен қайғы жұтып отырғанда топырлап жүрген опер полицейлердің кімнің кім екенін қарады ғой дейсің бе дедім, көзін шатынап. Бұл жерде бір сыр жатыр, мен бәрібір анықтаймын. Ақжігітті ауруханаға жатқыздық, емделеді дедім. Есікке беттеп, ол неге өле қалмады деп қалды. Мен жалт қарап, сіз неге Ақжігітпен өштестіңіз, неге сол баланы қаматқыңыз келді дедім. Енді бар аяғы соны меңзеп тұрған соң әрекетке бардым. Сонда қызыңызды өлтірген Мақсұт жазасы жүре берсін, ал қызыңызды сүйген Ақжігіт жазалансын ба дедім. Сен басымды ауырттың, бар ұстан Мақсұтты. Ақжігіттің босап дін аман емделіп жатыр ғой, менің қызым жоқ, өлді. Менен сен не тілеп келе бересің? Мен шағым жазам деді, айғайлап қасыма жетіп келіп. Мен пәтерден шығып кеттім. 4-ші қабаттан өтіп бара жатыр едім. Тамара Алексеевна есікті ашып кіруімді өтінді. Пәтерге кірген соң апай сыбырлап, сізге айтарым бар деді. Айтыңыз дедім. Оқиға болған күні сіздер тарап кеткен соң ұйқым келмей үйге сыймай ары-бері жүрдім. Баспалдақтан 2 адам көтерілген естіп есіктің тесігінен қарадым. 4-ші қабаттан 2 ер адам 5-ші қабатқа көтерілді. Алмастың пәтеріне қоңырау шалды. Пәтерге кіріп кетті. Мен сол кезде 2 адамның біреуін алдында көрген жігітке ұқсатқам. Подъезд ала көлеңке болып, нақты тани алмадым. Сосын терезе жаққа барып терезені ашып қойып тыңдадым. Олар дауыстары көтеріңкі, ұрысқандай болды. Мен 02-ге қоңырау шалмақшы болып телефонға қарай жүргенімде олар балконға шықты. Мә, шошыдым. Алмастың мына жерден қызымды итерген сен, мен сені итерсем қалай болады дегені анық естідім. 3-ші адам оларды пәтерге кіргізіп балконның есігін жапты. Түк естімей қалдым. Мен 02-ге қоңырау шалмадым, өз құлағыма сенбедім. 1 сағаттан соң екеуі қайта кетті, қолдарында сөмке болды. Терезеден сыртқа қарадым, олар көлікке отырып кетті. Тамара Алексеевна ойлы көзбен қарап тұр. Сіз маңызды ақпарат айттыңыз дедім. Бұл маңызды ақпарат па, айтайын ба, айтпайын ба деп көп ойландым деп апай есті бір тыңдап алды да 2 адам келгенде Роза ауруханада болған. Кеше мен терезеден қарап отырсам, Роза мен Алмас автокөлікпен келіп тоқтағанда бір капюшонын басып келген еркек Алмас жаққа жақындап терезесін қарап өте шықты. Роза көліктен шығып подъезге кіріп кетті. Сол кезде бағанағы капюшон киген еркек артқы орынға тез отырды. Алмас көлігін айдап ауылдан шығып кетті. Сосын Роза менің пәтеріме келді, пәтерде жалғыз қалса қорқатынын айтты. Біз Алмасты ұзақ күттік. Мен Розадан Алмас қайда кетті деп сұрасам, ол өзі білмейтінін айтып уайымдап отырды. Бір жаққа кетем деп айтпап еді деп терезеге тесіліп тұрды. Сосын сағат 23:40-та Алмас келді. Роза дәлізден Алмасты күтіп алып қатты ренжіді. Алмас маған рахмет айтып, Розаның бетінен сүйіп пәтерге көтеріліп кетті. Міне осы жағдайда бір көмек берер деген апай ойлы көзбен. Мен алғысымды жаудырып, егер де тағы сол адамдарды көрсеңіз, тікелей маған қоңырау шалыңыз деп ризашылығымды білдіріп мақтап кеттім. Сонымен не болып кетті? Алмаста сыр бар. Оқиға болған күні келген адамдар кімдер? Мына жерден қызымды итерген сен, мен сені итерсем қалай болады деген сөзді айтқанына қарағанда келген Мақсұт болды ғой. Қасындағысы кім екен? Азат па? Бүгін үйде де Роза жоқ, Алмас үйде жоқ.
Роза жоқта өте батыл. Роза қайда екен? Іс басқа арнаға бұрылды. Жаңылайдың қазасына Алмастың да кінәсі болмаса болды. Маған Алмастың сөзі де қылығы да бір түрлі болып көрінген. Күдігім бекер емес екен. Бөлімшеге барып Алмасты бақылауға алу керек екенін айтайын. Азаттан тағы сұрақ алайын дедім. Сонымен бүгін біздің 5-ші бөлімнің соңы бітті. Құрметті оқырмандарым, каналыма лайк басып тіркеліп отырайық. Келесі бөлімге кездескенше сау саламат болыңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін.